Саламатсыздар ма? Есімім Жұлдыз, математика пәнінің мұғалімі боламын. Бел емтиханына келетін логикалық есепті талдайық. Қараңыздар, кесте берілген, кестеде мына сұрақ белгісінің орнына сан қою керек. Осы санды табу керек. Енді қараңыздар, 2, 4, 3, 4, 8, 6, 1, 5 сұрақ белгісі. Біз енді бұнда есеп берілсе, біз оны жан-жақты әртүрлі вариантпен талдап көреміз. Бұлай талдап көрейік. 2, 4, 3. Ол қайдан келді? 3 қайдан шықты мысал? Ол 2 көбейту 4, 2 қосу 4, бөлу 2-ден келді. Сонда 6-ны 2-ге бөлсек 3 шығады. Демек, 2 санды қосып, 12-ге бөлсек 3-ші сан шығады. Мысалы, 4-ке 8-ді қосып, 12-ге бөлсек 6 шығады. Демек, келесі де дәл солай. 1-ге біз 5-ді қосамыз, 2-ге бөлеміз. Сонда 1-ге 5-ді қоссақ 6, 6-ны 2-ге бөлсек 3 деген жауап екен.